Мен Күләш Төребекова, жасым 63-те. Бір 4-5 ай болды, мойныма сүйелдер қаптап кетті да, мелкий. Сосын ана дәрілер ішіп көрдім. Бұлай жаңағы қазақы емдер істеп көрдім, болмады. Сонан кейін келдім да, өзімнің өнімімнен жаңа не алдым? Двойной целлюлозымен, сосын не алдым? Пребиотик алдым. Соны уже іше бастағаннан бастап, уже 15 күн болды, кете бастады. Мойнымдағылардың бәрі қарайып, мелкий точка, қара точкаға айналып кете бастады. Айтпесе өсіп кәрі жатқанда ана. Да, нету. Молодец. Еще ішім кеуіп, сондай жаңағы не болып тұрады, ыңғайсыз болып тұрады постоянно. Ол да кетті, сосын жаңа қаным да кетті. Майымдарым азайды. В общем, не болып тұрады? Күшті болды. Күшті болып тұрам. Сосын үлкен дәретке, сосын жақсы шығам, күнде шығам. Пребиотик қаншадан ішіп жатсыз? 2-ден ішіп жатырмын. Азанда ма? Азанда ысқыртым суға ертем. Мультицеллюлоза ше? Двойной целлюлоза жаңа жатар кезде 3 таблеткіден ішем. 200 грамм сумен. Жақсы ішімді басады, кепкенін бәрін тоқтатады. Сосын не қылады? Тыныс алуымда еркін демалам, айтпесе осылай болып тұрам да, бәрі асқазан тіреліп тұратындығын. Ал анан ішкеннен кейін уже жақсы демалам, жақсы тыныс алам, сосын жақсы үлкен дәретке жақсы шығам. Іштерім бәрі босап қалды. Молодец. Давай. Жақсы результат алдым сөйтіп. Енді үй алмай адамдарға айту керек. Көп адамға көмек керек қой? Сенің результат. Сонымен адамдарға айта бер болды. Осы октябрьдің басында ана өзімнен кейінгі сіңілім ауырды, қатты ауырды. Сосын оныкі вообще фтизиатрға жіберді. Сен уже синий гной макротыңда ше, невозможно, сен фтизиатрға бар деді, консультация ал деді. Сосын мен айттым, бармай-ақ қой дедім. Фтизиатрға барғанда қандай назначение беретін білем. Онан да сен кардицепен хитозанды алда, ударный дозымен іше бер. Сосын жоқ, ол шамалы неғымады онша. Дәрігерге барды, антибиотиктер берді, уже ақсасы жетпей бара жатыр да. Күнде антибиотикті фтизиатрға барады, терапевтқа барады, сосын тағы не, гастроэнтерологқа барады, әрқайсы әртүрлі дәрілер береді, бүйтіп жүрген. Сосын таста дедім, ақшаң жетпейді. Сосын келді біздің компанияда не алды? Хитозан мен кардицеп алды, соны ішті. Соны ішкеннен бастап, ойбай, макрот 2 ай бір жаққа баратын тұғын, Семейге қонаққа бардық, бара алмай қалды. Пойыздың үстінде мен түкіргіш ұстай алмаймын деп. Сонымен қазір жақсы, енді де әлде де шамалы нелері бар. Жұмыста айтқан ғой, сіз неге туберкулезге барасыз ба, емделесіз ба, жұмыстан барыңыз да, жұмыстан босатып, емделіп келіңіз депті, ана несін, макротысын көріп, жөтелін көріп, қақырынып отқан ғой, сонан көріп қорқыпты қыздар. Сонымен ыңғайсызданып жүрген, мен айтам, оның несін ыңғайсызданасың, барды қайта іше берсей, 10 таблеткаға дейін іше бер, аямай. Соны ішті, уже 3-ші аптада жақсы болды. Молодец. Жақсы, қазір не кашляет, ана. Молодец. Так что Күләш, результат вокруг нас везде. Адамдарға айт. Сонымен біздің наша обязанность такая, адамдарға айту, чтобы они все были живы-здоровы. Сосын қолдар